түйенің көзінде мынау бір слой бар екен да. Мысалы бізде ондай слой жоқ. Біз көзіміз ашамыз. Егер суық немесе шаң болса көзіміз жабамыз, болды, көрмейді көзіміз. Ал түйелерде олар енді шөл далада жүреді көбіне. Жүрген кезде көзінде бір слой бар екен да, ана құмнан, бораннан қорғайды. Сол слойды жапса, көзі көре береді де, және ештеңе кірмейді көзіне. Тағы бір слой бар екен да көзінде. Шаң түйіршіктер кірмейді ғой. Кірмейді. Кете береді. Иә. Тоқтамай. Ал біз мұқтажбыз көзіміздің жұмылып қалуына, өйткені біздің көзімізге құм кіреді, шаң кіреді деген сияқты ше. Оларда ондай емес. Олардың кәдімгі өзінің көзінен бөлек тағы бір қабат көзі бар. Соны жапса, шаңнан, тозаңнан, жаңа неден, құмнан қорғайды, жүре береді. Және жолда да көре береді да. Ол бір. Екінші, мына түйенің өркешінде су болады деп айтады да. Сол олар ұзақ уақытқа су ішпейтіні, сол өркештен су кеп тұрады аузына дейді да. Яғни ұзақ уақытқа енді шөлге шыдамды жаратылыс қой түйе. Көп түйенің өзінде қаншама белгілер бар екен. Алла тағала Құранда түйені айтып тұрғаны бекер емес. Афала янзуруна илал ибили деп айтты ғой. Кайфа хулиқат. Түйенің қалай жаратылғанына қарамайсыңдар ма деп ше. Мына жердің, аспанның әртүрлі біздің Алла тағала бізге жаратып берген жаратылысқа қарайтын болсақ, жаңа енді сұрадыңыз ғой, оның сыры неде деп ше, ақылға салмайсыңдар ма деген. Ол осы жаратылыстарға қарап түбінде Алланы таппайсың ба деген сөз ғой. Сөздер айтады да, бұл жерде ақылға салмайсың ба дегені, сен жаратылыстарға қарап, пікір жасап, таңғалып, сен түбі жаратушыны табасың дейді да. Нәтижесінде жаратушыны табу керек қой сен. Мен сен ақылды адам болатын болсаң, сен қарайсың ғой, не деген жаратылыс, не деген кемшіліксіз мынау жаратылыс. Адам былай жаратылмайды. Не деген кемшіліксіз жаратылыс. Енді бұны кемшіліксіз жаратылысты жаратқан біреу бар онда. Ол одан да кемшіліктен ада нәрсе онда. Ол кім десе, Алла. Сен осындай нәрселерді ойланып, сен түбі ақылға салып пікір жасайтын болсаң, түбі Алланы табасың.